Сонымен біз бүгін тағы бір жаңа жоба жасаймыз. Ол сурет салу редакторы типа. Қарапайым Paint деп атасақ болады. Қазір біз мына проектідан создать новый проект деп ашып алдық. Енді қазір осы жерде проектінің атын береміз. Paint деп атап қояйық. Paint жоғары жағына Paint деп қояйық. Бір окей батырмасын басамыз. Қазір бізде проектінің жобасы ашылды. Енді бізге не керек? Paint'та сурет салу үшін түстер керек, және холст керек, одан кейін тазалау батырмасы керек. Біз қазір мына кнопкалармен түстердің орналастыратын боламыз, әртүрлі түстерді. Бірақ бірінші тағы да не істейміз? Расположениеға кіріп, мына жерден өзімізге қажетті орналастыру түрін таңдап алайық. Мысалы, мен сол горизонтальный расположениені таңдаймын. Енді бұның ішіне мен түстерді әкеп қоямын қазір. Әзірге үшеуін орналастырып қойып, одан кейін тағы да қосып жатамыз. Енді мына кнопка бірде белгілеп алғаннан кейін мына жерден оның түсін өзгертіп қоюымызға болады. Қандай түсті береміз бұған? Черный. Мысалы, мынаған алайық. Синий берейік. Мынаған алайық. Зеленый қояйық. Так, мына жерде ширина наполнить родительский. Еще на текст алып тастаймыз. Бояудың түстерімен тұра берсін, оның қара түс екеніне белгілі болып тұрады. Так. Атауларын алып тастаймыз. Мұнда да солай. Так, мына жерде жаңағы ширинасы наполнить родительский. Енді тағы да біраз кнопкалар қосайық, жаңағы түстерді қосайық. Бұны қылайық. Повторный дейді. Так, алып тастайық. 5, 6, 5-ті оранжевый қылайық. Атауын алып тастаймыз. Так, кнопка алдында атауын алып тастаймыз. Бұның түсін аламыз қызыл қылып. Ширинасын наполнить родительский. Так, бізде 2-4 алды түс болды, Біраз түс қосайық. Түстердің түсі аз болса қызықсыз болып кетеді. 7-ні атауын алып тастаймыз. 8-дің атауын алып тастаймыз. 9-дің. Так, енді бұның түстерін так, жолды қылайық біреуін. Так, мынаны ақ қылайық, мынаны так, қандай түс бар? Сұр түсі қояйық, Енді мына горизонтальный расположениені 100% деп, көрсетейік, 100% деп.
тоже. Енді бәрінің өлшемдері бірдей болды, түс батырмаларының. Енді бізге холст керек. Холст алу үшін біз холсты алу үшін қазір мұнда рисование и анимация деген бөлім бар. Осы жерден біз холсты әкелеміз. Жалпы одан кейін қазір бұны настроить етпей тұрып, тағы бір расположение қойып алайық. Астына, бұны да ширинасына полный тратический деп 100% дей салайықшы. Енді бұған біз тағы бір кнопка әкеп қоямыз. Ол бізде тазалау, так. Текстная кнопка on. Тут бізде тазалау. Тазалау батырмасы. Біз бұны мәнмекке өстіп автоматически деп алып қойсақ, бірақ та біз бұны орналасу округлено, так, домалақтау қойдық. Енді центр ортасына қойсақшы, не болады? Тексті қойдық, енді скринді оны әзірге осылай тұра түсін. Енді біз қазір холсты параметрін берейік. Холсты белгілеп аламыз. Мына жақтан свойства бөлімінен высотасын примерно 70% деп берсек, и ширинасын 100% деп берейік. Бұл бізде сурет салатын аймақ, үстінде түстеріміз бар. Әзірге біз осындай сурет салу редакторын программалайтын боламыз. Енді программалау бөлігіне өтейік. Блокеға басамыз. Және бізде кнопка 1-ді аламыз. Кнопка 1-іміз біздің қандай түс еді? Кнопка 1 біздің қара түс болған. Енді кнопка 1-ді басқаннан кейін, когда кнопка 1 ширшок, яғни кнопка 1-ді басқан кезде не шығады? Бұл бізде холстан шығу керек. Кнопка 1-ді басқан кезде холстан. Вот, присвоить холст цвет фона деген. Цвет краски. Так, мен көзім көрмей атыр ма? Кіргіземіз. Так, мына жерде цвет краски таңдаймыз. Енді мына жерде қандай түс? Қара түс болған, е? Сол қара түсті тауып алу керек біз қазір. Енді біз жаңа қара түсті алу үшін мына жерде блоктан цвета деген тауып аламыз. Цветаны үшін міне қараны әкелеміз деп былай қоямыз. Дәл осылай қалған кнопкаларды жасап шығамыз. Біз кнопка 2, ол бізде не еді? Кнопка 2 көк. Көк, мына жерде. Көк цвет. Или қандай цвет? Мынандай болып. Так. Кнопка 3-іміз біздің. Кнопка 3-іміз жасыл. Жасыл.
Осылайша барлық түстерді іс-әрекетін қойып шығамыз. Кнопка 4-іміз күлгін түс. Кнопка 5-іміз. Так, оранжевый. Оранжевыйдан кейін қызыл. Так, оранжевый. Оранжевый цвет қайда? Кнопка 6. Бұл бізде қызыл болған жаңа көргеніміздей. Так, енді создать копию. Создать копию дейік. Так, кнопка 7-іміз. Қызылдан кейін сары, ақ, сұр екен, сары, ақ, сұр. Так, сары, мынау ақ, мынау 8-ші кнопка. Так, енді 9-ші кнопка сұр цвет. Сұр цветті өзгертеміз сұрға. Так, осылайша біз түстерді, кнопкалардың түстерін бекітіп алдық. Енді біз холстың программасын қоямыз, холсты белгілейміз. Содан кейін мына тұрған холспers перетащенный дегенді әкеп қоямыз. Енді осының ішіне қазір программаларын орналастыратын боламыз. Енді осы холстың ішінде міне жаңа төменгі жағына қарай түссеңіздер, холст 1 рисовать new деген программа блогы бар, осыны әкелеміз. Енді мына жерде тұрған x1-ге предыдущий x-ті аламыз. y1-ге предыдущий y-ті қоямыз. Так, мына жерде присвоить. Корзинкаға апарып салып садық. Енді создать копию. Мына әкелеміз. Мынау предыдущий y болады. Енді мына жерге текущий получить текущий x. Одан кейін получить текущий y. Әкеліп орналастырамыз. Енді бізде тазалау отырмасы, ол бізде кнопка 10. Кнопка 10-ды белгілейміз. Когда кнопка 10-ды басқан кезде қандай программа орындалу керек? Яғни мына холст тазалану керек. Ол үшін біз қазір мына әрекетті орындаймыз. Так, біз ол үшін холстқа барамыз. Холстың ішінен так, мына вызов холст 1 очистить дегенді әкеп орналастырамыз. Енді тексеріп көрейік. Не істейміз? Постройтқа барамыз. Приложениені сақтаймыз. Компьютерге 100% болғанын күтеміз. Біздің программа сақталды. Енді оны телефонға көшіреміз. FreePaint 1 деген жобамыз. Копировать. Оны мен телефондағы өз папкамның ішіне апарамын. Түсті. Енді қазір телефонға орнатып, тестілеп, нәтижесін осы видеоға қосамын. FreePaint
FreePaint бір міне тұрып. Тағы да установить басамыз. Все равно установить. Готово. Так, FreePaint бір қосымшасын аштық. Сары түс. Сұр түс. Жасыл түс. Көк түс. Бізде кішкене реттеу керек екен. Тазалық кнопкасын басқан кезде біздің сурет салып отырған холстымыз тазаланды. Бізге қосымша сурет салатын қарындашымыздың жуандығын қалыңдататын дүние қосу керек екен. Жалпы программа істеп тұр. Нәтиже осындай.